Сәлем достар, бүгін сіздермен үй жағдайында шпинат қосылған жып-жұмсақ тәп-тәтті нанды жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Мен бұл әдісті термомикстің көмегімен жасайтын боламын. Егер сіздерде термомикс болмаса, блендердің көмегімен пайдалансаңыздар болады. Алдымен шпинатымызды жуып аламыз да термомикске саламыз. Бізге 115 грамдай шпинат қажет болады. Осыны турбоның көмегімен 0,5 секундқа қойып, жақсылап езіп аламыз. Біздің шпинатымыз дайын болды. Сіздерге бір көрсетіп өтейін. Осындай уақ болып шығатын болады. Енді шпинатымыздың үстіне бөлме температурасындағы сүтімізді құйып, екеуін жақсылап тұрып араластырып аламыз. Келесі кезек үстіне сұйық майымызды, ашытқымызды, яғни дрожжды пайдаланатын боламыз. Сосын шекерімізді қосып, қолмен илеп термомиксімізді 3 минутқа 40 градуста скоростьке қойып, жақсылап қажетті емес. Бір кешкі массы болғанша араластырып аламыз. Енді үстіне азғантай тұзымызды және өлшеп ұнымызды саламыз. Одан кейін термомиксті 3 минутқа режим тестоға қойып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Сіздер қолдарыңызбен жақсылап иіні қанғанша илеп тындырып қойсаңыздар болады. Міне біздің бүгінгі шпинатты қамырымыз дайын болды. Өте жұмсақ болып иленіп шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Осыны енді жылы жерде жарты сағатқа қойып қоямыз. Одан кейін форманымызды өзіңіздің қалауыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Мен батончик ретінде тестамды екіге бөліп, қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіріп алдым. Дәмі өте дәмді, жып-жұмсақ нандардың бірі. Біздің бүгінгі пісіп шыққан шпинатты қосылған нанымыз өте жып-жұмсақ үлпілдек нандардың бірі. Мен әбден суығаннан кейін барып, кесіп қонақтарыма ұсынайын деп жатырмын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, келесі видеоны алғашқылардың бірі болып көргілеріңіз келсе, каналыма тіркеліп,
лайк басып, қоңырауша батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болғанмен айдана сау болыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын, үйлеріңізде нандарыңыз көп болсын.